Қайырлы күн, құрметті оқушылар. 6 сыныпқа арналған қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Балалар, алдарыңызда берілген суреттерге назар аударыңыздаршы. Бұл суреттерде не бейнеленген? Әрине, бұл суретте еліміздің көрікті жерлері Бурабай, Шарын шатқалы, Көлсай, Алматыдағы Көктөбе бейнеленген. Олай болса, біз бүгінгі сабағымызда бірінші Қазақстандағы көрікті жерлер бөлімін бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы Алтайдың сұлу табиғаты, біріккен сөздердің емлесі. Сабаққа негізделген оқу мақсатымен таныс болыңыздар. Бірінші, ауызекі сөйлеу және көркем сөйлеудің стильдік ерекшеліктерін қолданылған тілдік ерекшеліктер арқылы тану. Екінші, тақырып бойынша бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай жазу. Оқу мақсатына қол жеткізуде басты назарда ұстайтын бағалау критерийлері. Бірінші, сөйлеу тілінің стильдік ерекшеліктерін ажыратады. Екінші, бірге жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай жазылады. Олай болса, сабағымызды бастайық. Өр Алтай, асқар Алтай, асқан Алтай, анамдай әлпеш деген жастан Алтай, суы бал, көдесі май жері майса, ағызған сары алтынды тастан Алтай. Демекші, Алтай тауларының негізгі мағынасы алтын тау дегенді білдіреді екен. Балалар, сіздердің алдарыңызда Алтай тауларынан суреттер ұсынылып отыр. Алтай таулары Зайсан ойпатынан басталып, Байкал көліне дейінгі аралықты алып жатқан Алтай Саян деп аталатын үлкен тау жүйесі екен. Біздің елімізге оның тек оңтүстік батыс бөлігі ғана енеді екен. Ресей, Қытай, Моңғолия, Қазақстан сияқты мемлекеттердің жерлерін алып жатқан үлкен Алтай таулары қойнауы қазынаға толы, кербез, сұлу, әсем табиғатымен ерекшеленеді екен. Алтай таулары туралы осындай мәліметтермен таныса отырып, сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Балалар, келесі тапсырмада сурет пен тірек сөздерге сүйеніп, алдымызда тыңдалатын мәтіннің мазмұнына болжау жасайық. Суретте берілген марқа қозы, көл, сұлу қыз, бай деген тірек сөздер осы суретпен қаншалықты байланысты деп ойлайсыңдар? Марқа қозы деген туғанына 3-4 ай болған қозыны марқа қозы деп атайды екен. Олай болса, балалар, мәтін мазмұнымен таныс болайық. Мәтін мазмұнында кездесетін жер-су атауларына мән беріп отыруларыңызды сұраймын. Көл туралы аңыз. Ертеде бір көл жағасын асқан бай мекен етіпті. Бай қыста малын тебінге, Шанығаты деген жерге апарады екен. Жаз жайлауы Сарытау, қыстамаға дейін отыратын күзеуі Қарағайлы бұлақ деген жер екен. Байдың жалғыз қызы болыпты, өте сұлу болыпты. Қыз бой жеткенде оған құда түсушілер өте көп болады. Әкесі дүйім жұртқа жар салып, қызымда көңілі бар жігіттер түгел келсін, бір талабым бар, соны орындаған жігітке қызымды және жарты байлығымды беремін дейді. Жан-жақтан жиналған жігітте есеп жоқ. Тойға астында жалғыз ғана күрең бестісі бар кедей жігітте келеді. Жиналған жігіттерге бай, марқаның еті піскенге дейін көлді айналып шапқан бәйгеден кімнің аты бірінші келсе, қызымды соған беремін дейді. Қазан қайнап, ән айтылып, балуандар күресіп, той қызып жатады. Марқаның еті пістау дегенде алыстан шаң көрінеді. Бәйгеден әлгі кедей жігіттің күрең бестісі бірінші болып келеді. Бай уәдесінде тұрып, қызын ұзатып, ұлан-асыр той жасайды. Содан бері бұл көл Марқа көл деп аталып кеткен екен. Міне балалар, бұл мәтін Алтай тауларының сілемінде Шығыс Қазақстан облысында орналасқан Марқа көлінің атауына байланысты екенін білдік. Олай болса, мәтін мазмұнына сай
тапсырмамен жұмыс жасайық. Ендеше осы өздерің тыңдаған мәтінде қандай жер су атаулары кездесті және олар қалай жасалып тұр екен? Осы сұрақтарға жауап беру арқылы біз мәтіндегі жер су атауларын анықтап, екі сөздің бірігуі арқылы жасалған жер су атауын ажырата алуымыз керек екен. Олай болса, қандай жер су атаулары кездесті балалар? Иә, мәтінде Шанағаты, Сарытау, Марқакөл, Қарағайлы бұлақ деген жер су атаулары бар екен. Осылардың ішінде Сарытау, Марқакөл, Қарағайлы бұлақ екі түбірдің бірігуі арқылы жасалған біріккен сөздер болып шығады екен. Ендеше балалар, тілдік бағдар бағыты бойынша біріккен сөздердің анықтамасы және жасалу жолдары тақырыбындағы бейне сюжетті тамашалайық. Осы сюжетті тамашалау арқылы біз бірге жазылатын сөздер туралы толығырақ білетін боламыз және біріккен сөздердің жасалу жолдарын меңгереді екенбіз. Олай болса, бейне сюжетті тамашалайық. Кемінде екі сөздің бірігуі арқылы жасалып, бір ғана жаңа атауды білдіріп тұрған сөздерді біріккен сөздер дейміз. Сөздердің бірігуі арқылы жасалған біріккен сөздер мынандай атауларды білдіреді. Өсімдік атаулары: түймедақ, алабота, атқұлақ, қой бүлдірген, тағы басқалары. Аң, құс, жәндік атаулары: күркетауық, түйеқұс, саршұнақ, жауын құрт, итбалық. Жер, су, елді мекен атаулары: күреңбел, қоңыртөбе, айнакөл, Марқакөл, Қарасаз, Қызылорда. Кісі есімі атаулары: Сұлтан Махмұд, Байтұрсын, Ержігіт, Аққыз, Ұлбала, Ұлбике. Ойын, ұғым атаулары: Ақсүйек, Алтыбақан, Соқыртеке. Мезгіл, ұғым атаулары: қысты күні, бүрсі күні, таңертең. Біріккен сөздердің жасалу жолдары: екі сөздің бірігуі арқылы сары тау, сары су. Үш сөздің бірігуі арқылы сары тау құм, екі бас тұз. Біріккен сөздер екі түрлі болады. Ешбір өзгеріссіз біріккен сөздер: Жетіқарақшы, Ғалымжан, Қосбасар, Алтын қазған. Тұлғалары дыбыстық өзгеріске түсіп біріккен сөздер: бүгін, бұл күн. Әкел, алып кел. Апар, алып бар. Әпер, алып бер. Қысты күні, қыстың күні. Міне балалар, біз біріккен сөздер дегеніміз не және ол қандай жолдармен жасалатындығы туралы білдік. Олай болса, осы тілдік бағдарға байланысты келесі тапсырманы орындайық. Берілген мәліметтен біріккен сөздерді тауып, ережесін түсіндіріңіздер. Және осы тапсырманы орындаудың бағалау критерийі бірге жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай жазу. Дескрипторы бірге жазылатын сөздерді табады, екінші бірге жазылатын сөздердің ережесін түсіндіреді. Олай болса, мәтінді мұқият оқып, бірге жазылатын сөздерді табайық. Балалар, енді нәтижесін тексерейік. 2-3 сөзден құралған адам аттары мен географиялық атаулар бірге жазылады. Мәтінде Марқакөл, Алтай біріккен сөздері бар екен, географиялық атаулар. 2-3 түбірден құралған аң, құс, жануар, өсімдік атаулары бірге жазылады. Балғарағай, көктерек, алтын тамыр, шайқурай, ит бүлдірген, тиынтақ деген мәтінде біріккен сөздер бар екен. Енді балалар, үйге берілетін оқу тапсырмасы берілген түбір сөздерден біріккен сөздерді жасайсыздар. Мысалы, ақ, сақал сөздерін біріктіріп ақсақал. Бүгінгі сабаққа жақсы қатыстыңыздар. Үйге берілген тапсырма